Су жаңа Қазақстандарыңыз не болып жатыр? Су жаңа Қазақстандарыңыз. Өңкей сол Назарбаевтан қалған ескі Қазақстандағы ескі ұрғары, қарақшы, сұмырай, суайт, алаяқ, бандит, террорист, солардан құралған жаңа Қазақстандарыңыз қалай екен? Не өзгеріс болып жатыр өзі? Күніңіз бұрынғыдан жарқырап тұрма, жеріңізге жаңбыр көп жауып тұрма, заттың бағасы түсті ма, аяқ астынан зауыттар ашып, жұмыспен қамтылып кеттіңіздер ма, мына полицейлер пара алмайтын болды ма, киімбілер одыраңдамайтын болды ма, түрмеде қамалған 10 мың қазақты босатты ма қаңтар қырғынында? Не болды өзі? Су жаңа болып кеттіңіздер ма? Не болды өзі? Тоқаевқа орай берейік дедіңіздер. Тоқаев орай болып, әбден күшейіп алғаннан кейін Назарбаевтың сол ескі тәсілін қолданады да, қолданып өзінің суайттарынан парламент жасайды. Сосын қайтадан сол Назарбаев құсап 90% қайтадан таққа отырады сол бет. Талтаңдап, мына екі осырақшы шал, мына белет беріп, өтірік референдумды екі шал жүр ғой, көздері түлкі құсап ойнақтап. Сорладың ғой қазақ, сорладың енді, өстеп, сорлап, өтетін болдыңыздар ғой енді. Ал, не айтам енді? Не айтам енді? Басқа не айтам енді? Мен тек шындықты айтам. Ойбай мықты болсаң елге келмейсің ба дейді. Алдымен мені елге кіргізем екен, соны Тоқаевтан сұраңдаршы. Мені 7 жылға соттады ғой. Үстімде тағы бір қылмыстық іс тұр, тағы да. 2 қылмыстық істің біреуін қысқартпай іліп қойды. Кез келген уақытта қозғаймыз деп. Соны сұраңдаршы. Мына елге келмейсің ба, мықты болсаң дегендер. Аран Атабек елдің ішінде жүріп сотталды ғой, 17 жыл түрмеде отырды, 15 жыл. Түрмеден шыққаннан кейін де өлтіріп тастады ғой соны. Бір шетелдің онлайн консультантын жасауға мүмкіндік бермей, бүкіл шпиондарымен қамап, тетушкаларымен бір телефон сөйлестірткізбей бізбенен өлтіртті ғой. Міне. Ал 10 мың қазақ түрмеде жатыр, елдесіздер, соны қорғай алдыңыздар ма? Дулат Ағаділді өлтірді, елде ғой сол. Не істедіңіздер? Дулаттың ұлын өлтіріп тастады, қыршыннан қиып. Міне, көктетпей, көгертпей өлтірді. Не істедіңіздер? Қуандық Шамақай ағамды Қытай концлагері туралы бірінші кітап жазған үшін өлтіріп тастады, қастықпен. Не істедіңіздер? Қаншама қазақты қаңтар қырғында жала жауып, мүгедек қылып, үтіктеп өлтірді. Ал қалың сұмырайлар шетел асып жүр. Міне, Кәрім Мәсімовті қылмыссыз деп жатыр қазір міне. Ана Құлыбаевың бірден ақша жек қойып екен, қайтарып бере салады деп шешім шығарды. Қайрат Сатыбалдың Қазақ Телекомның 28,8% акциясын, $1 триллион ақшаны біресе қайтарады, біресе қайтармайтын болып қалады. Біресе Дубайды ұсталады, біресе босап кетеді, біресе. Тайраңдаған Назарбаев Біріккен Араб Әмірлігінің азаматтығын $1 миллиард сатып алды деп еді. Ол шетелдік қой, ол араб қой қазір енді ол. Ол талтаңдап неғып референдумда жүр, түлкі көзін ойнаңдатып. Назарбаевтың қызына біресе іс қозғайды, біресе Дариға жоқ, міне ән айтып жүрме деп ұрғаш есек. Назарбаевтың қыздарының біреуін істі қылған жоқ. Отыр соның бәрін тыңдап, соның метрушкалар тайраңдап жүр. Арман деген есек ол, міне, баяғыда батыр көріп, ойбай, арман деп кетіп едіңдер. Ал, ол не болды? Ештеңкеге таңырқамай, сол тойларыңызды тойлап, әншілеріңізді тыңдап, андасады, әншіні сындаса, ойбай, онер адамына тіл тигізбе деп. Сол әнші, соны тыңдап жүре беріңіздер, солар сіздерге жақсылық істейді. Менде сол домбыра курс жоқ екен Америкада, менде сол домбыра үйреніп, менде әнші болам ба деп ойлап жүрмін. Қазақтарға әнші құдай, қазақтарға әнші болса болды сол.